Сәлем, менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге ауылдың нағыз байлығы сармай туралы айтайын деп отырмын. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі сіздерге сармайдың құпиясын, пайдасын, жасалу жолын және сіз ойламаған лайфхакпен бөлісетін боламын. Ең алдымен сиырды сауған сүтімізді сепаратордан өткізіп, қаймағын алып, содан кейін жинаған қаймақты видеода көріп отырғандай үлкен ыдысымызға салып шайқаймыз. Қаймақ салқын болу керек. Енді сіздерге уәде еткендей сармайдың пайдасын айтып кетейін. Сармай табиғи сүт өнімінен алынатын май. Құрамында адам ағзасына өте пайдалы заттар бар. Сармай жоғары калориялық өнім болғандықтан ағзаға тез энергия беріп, дененің шаршауын басуға көмектеседі. Құрамында А дәрумені бар, ол дегеніміз көру қабілетін жақсартады және иммунитетті күшейтеді. Ас қорытуға да жақсы көмектеседі. Балалар мен жас өспірімдерге пайдасы көп. Өсіп келе жатқан ағза үшін сармайдағы дәрумендер мен майлар мидың дамуына, сүйек пен бұлшық ет өсуіне әсерін тигізеді. Айтпақшы, Е дәруменінің арқасында шаштың түсуін азайтады. Сармай пайдалы болғанымен, оны шамадан тыс тұтыну жүрек, қан, тамыр ауруларына әкелуі мүмкін. Мінекей видеода көріп отырғандай, қаймақ уже май болуға жақындады. Енді лайфхак туралы айтып өтейін. Егер де қаймағыңыз сұйық болса, оны миксердің көмегімен тездетіп араластырып алуға болады. Ең бастысы, уақытыңызды үнемдейсіз. Мінекей майдың суы шығып жатыр. Қаймақ бұлғаудағы маған ұнайтын процесс осы. Енді осылай суын бөлек құйып аламыз. Бұл суды мен ертең құрт қайнатқан кезде қосамын құртқа, қайнаған құртқа. Сонда құртымыз жұмсақ болып, күшті болып шығады. Май жуатын суымыз міндетті түрде салқын болуы керек. Мінекей майымыз шықты. Енді осы майды 3-4 қайтара су мөп-мөлдір болғанша жуамыз. Мына үшінші қайтара жуып жатқаным. Көз мөлшерімен осылай тұзымызды салып, суымен жуып аламын. Тұзды осылай сумен бірге қосып жуам. Себебі мына тұз деген еріп, майдың барлық жеріне сіңеді.
25 жылдың 1 майы. Енді осыны пакеттерге 1 килограмдап бөліп, 2 қайтара салафанмен қаптап, морозилікке қатырып қоям. Суының бәрін осылай сығып, пакеттерге 1 келіден бөліп салып қоям. Мынау таза сары май, ешқандай қоспа жоқ. Дәл осындай майды таңғы шайға жағып жесеңіз, күн ұзағына энергияңыз тасып жүреді. Видео пайдалы болса, видеома лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Алдағы уақытта жүктейтін видеоларымнан қалып қойма. Әлі талай ауылдың сырын ашамын.